Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз өткен сабақтарда қоректік орталарға қойылатын талаптармен және қоректік орталарды компоненттері бойынша олардың классификациясымен танысқан болатынбыз. Ал біз бүгінгі сабақта немен танысамыз? Біз қоректік орталарды дайындау жолдарымен танысамыз. Ал қоректік орта не үшін керек? Қоректік орта біз зерттелетін бактерияларды өсіру үшін, ауруға диагностика қою үшін, қандай қоздырғыш оны тудырғанын білу үшін қоректік ортаны біз дайындаймыз. Сонда қоректік ортаны дайындағанда біз неге мән бергіміз керек? Соған біз бүгін тоқталамыз. Бірінші, қоректік орта өсіретін ыдысты таңдау керек. Қоректік орта өсіретін ыдыстың құрамында бөгде зат болмау керек. Мысал үшін, біз шыны ыдысты көбінесе аламыз, бірақ шыны ыдысты алған кезде де оларды жақсылап жуып алуымыз керек. Оларды 1 немесе 2% хлор сутек қышқылы ерітіндісінде 30 минут бойы қайнатып, одан кейін 1 сағат бойы ағын сумен, таза сумен оны шаюымыз керек. 1 сағат бойы балар. Сол кезде ол шыны ыдысты қолдануға болады. Кейбір кезде тат басқан ыдысты қолдансақ, ол қоректік орта құрамына темір тотығы бөлінеді, ол қоректік ортаға түсуі мүмкін. Ол әрине біздің өсіріндіге зиян келеді. Сондықтан бірінші ыдысты дұрыстап таңдап алуымыз керек. Сонда қоректік орта өсірілуге қолайлы ыдыс не болады? Шыны болады. Бірақ тағы да қайталап айтам. Шыныны пайдалану үшін оны алғаш не істеуіміз керек? Алдын ала 1-2% хлор сутек қышқылы ерітіндісімен 30 минут қайнатып, 1 сағат бойы таза сумен шаюымыз керек. Екінші, эмаль ыдысты пайдалануға болады. Үшінші, таза алюминий ыдыстарды пайдалануға болады. Міне, қоректік ортаны сонда біз бірінші ыдысын дұрыстап таңдап алуымыз керек екен. Екінші, ол шикізат. Шикізат дегеніміз орысша сырье, оны біз не деп атаймыз? Шикізат деп. Көбінесе бастапқы шикізат ретінде өсімдік пен жануар өнімдерін таңдап алады. Немесе шала фабрикат, немесе полуфабрикатты таңдап алады. Ол қоректік орта өсіруде шикізат қызметін атқарады. Ал енді үшінші, бұның дайындау кезеңдері болады. Қоректік ортаның дайындау кезеңдері. Ол бірінші кезеңне, ол пісіру. Пісіру дегеніміз не? Ол ашық отта, қазандықтарда, пісіру қазандықтарында, автоклавта бұларды пісіреді. Екінші, pH ортасын орнату. Естеріңде бар ма? Өткен сабақта қоректік ортаны қойылатын талапқа pH ортасын орнату болған. Міне, дайындау кезінде pH ортасын орнату болып табылады. pH ортасын анық білу үшін ол индикатор қағазының көмегімен ол pH анықталады. Индикатор дегеніміз былайша айтқанда лакмус қағазы. Оны химия сабағынан білесіңдер, Ал енді нақты анық анықтау үшін ол көбінесе потенциометр немесе компаратор деп аталатын құралдар қолданылады. Енді одан кейін егерде қайнату кезінде қоректік орта лайланатын болса, немесе ол қарайып кететін болса, онда мөлдірлету жұмысын жүргізеді. Мөлдірлету деген сөзді білесіңдер ғой, онда яғни қосынды болмау керек. Мөлдірлету жұмысын жүргізеді. Ол үшін не істейді? Тауық жұмыртқасының нәруызын алады, немесе қанның сарысуы қолданылады. Соны қолдану арқылы мөлдірлету жұмысын жүргізеді. Егерде біз өткенде қоректік орта түрлерін айтқанбыз. Ет пептонды сорпа, ет пептонды агар дегеніміз. Егерде агарлы ортаны сүзу қиындау болады. Себебі агар дегеніміз ол қоюлатады ғой, затты қоюлатады. Сондықтан оны сүзген кезде ол қатып қалады. Сондықтан оны сүзу кезінде мақталы дәке сүзгісі арқылы сүзіп, оларды сүзу жұмысын жүргізеді. Ал енді негізінен сұйық және
балқытылған желатинді ортаны сүзу, бұл ылғалды қағаз немесе мата сүзгілер арқылы жүргізіледі. Бірақ қайсы қиындық туғызады дедім. Ол агарлы қоректік орта қиындық туғызады дедім. Одан кейін оның сыйымдылығын қарау. Сыйымдылық дегеніміз не? Қоректік ортаны ыдысқа құяр кезінде ол ыдыстан асып кетпегенін байқау керек. Егерде ол ыдыстағы тығынға, бағанағы біздің қоректік орта тығынға жанасып кететін болса, онда ол қоректік ортаның тиімділігі жойылып отырады. Оның сулануынан, бағанағы қоректік ортаның сулануынан орта стерильдігінің өзінің стерильдігін жоғалтуы мүмкін. Одан кейін әрине қоректік ортада стерильді болу керек. Олардың стерильдеу режимі бойынша оның құрамында тәуелді құрамы белгілі болу керек, және ол рецепті де көрсетілуі керек. Одан кейінгі бақылау. Қоректік ортаны бақылаған кезде балалар, ортаның стерильдігін бақылау кезінде оны 2 тәулікке термостатқа қояды. Содан кейін термостатқа 2 тәулікке қойғаннан соң олардың өзгерісін бақылайды. Міне сондықтан біз бұны бақылау деп атаймыз. Ал химиялық бақылауды pH-қа байланысты орнатады балалар. pH-қа байланысты химиялық бақылауды орнатады. Міне бұл дайындау кезеңдері деп атайды. Негізінен бактериологиялық зерттеулер бірнеше кезеңде жүргізіледі. Бірінші, жеткізілген материалды қоректік ортаға себу. Бірінші себу жұмысын жүргізіледі. Одан кейін ол себілетін материалды алдын ала себуге оларды дайындайды. Одан кейін бактерия, ол дайындаған кезде бактерияның қасиеттеріне, бактерияның жағдайына байланысты олардың себу жолдарын қарастырады. Міне балалар, біздің бүгінгі сабағымыз қоректік орталарды дайындау деп аталады. Сонымен қорытындылайықшы бүгінгі сабағымызды. Қоректік орталарды дайындау үшін бірінші ыдысымызды дайындап аламыз, екінші шикізатымызды дайындап аламыз, үшінші бұл дайындау кезеңдерін бұлжытпай орындаймыз. Сол кезде біздің қоректік ортада өсіндіріміз, яғни бактериямыз жақсы өседі деп айтамыз. Міне бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сендерге бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.